Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай әдемі, дәмді, бар жоғы 5 минутта дайын болатын таңғы ас рецептімен бөліскім келіп отыр. Отбасыңызға, балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Бұл таңғы ас үшін бізге көп нәрсе қажет емес. Барлығымыздың мұздатқышымызда табылатын азық-түліктен ғана жасалады. Ең алдымен жұмыртқадан бастаймыз. 2 жұмыртқамызды шағып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Артынан көк пиязымызды, кішкене 2-3 тілім колбаса, және үкіштен өткізілген 100 граммдай ірімшік қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тұз, қара бұрыш қосуды ұмытпаңыздар. Енді табамызға кішкене ғана сары май салып, қаласаңыздар сары май, қаласаңыздар зәйтүн май қоссаңыздар болады. Мен сары май қостым. Сары майды бірінші ертіп аламыз. Майымыз ергеннен кейін ұсақтап туралған 2 тіс сарымсағымызды қуырып аламыз. Сарымсақтарды 2-3 минут қуырғаннан кейін үстіне домалақтап туралған помидорларымызды салып шығамыз. Помидорларымызды 2 жағын ауыстыра отырып қызартып аламыз. Помидорларымызды жақсылап қызартқаннан кейін үстіне дайындаған массамызды бір тегіс салып шығамыз. Оттың астын кішкене жаймендетіп, үстінен қақпағын жауып піскенше күтеміз. Міне біздің таңғы асымыз дайын болды. Өзі тез піседі. Менің ұсынған таңғы асымды міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар.